Açlık neden başlandı? Dendi dalaga koyup koysa, mına hükümetten çıkan vakilleri keledi dağı kolunda tayağı var, temir tayağı kay jeti denbarın bile turtup bolsa aşıp alıp kete beredi. Ha bu ne desen? Den plan orunda olmayatır deydi. Ol adamlardan karşı turuğa eşkандай oğanın akısı bolgan yok. Denini alıp ketti sıfırıp 31. yılın kısımda kazalda bugün açlık başladı Karakalpakka. Menin akem koşa başladı. Bizim iki tüyümüz var eken Kızılgumdu basıp öttük. Bizge yerip жүрген босықтыла атырған халықтың есеп саны болған жоқ. Біздің екі түйемізге ілесіп арқаланған кемпір шансы да жоқ. Базарға барғанда дәнді сатып отырады қарақалпақтар, ана қазақтар бас салатта аузына құя береді дәнді. Ол үстінен теуіп атыр, таяқпенен ұрып атыр, онтықна байды, жер бауырлап жатып, ана дәнді аузына құя береді. Өткені олар өліп баратқан қазақтар еді. Мен бір өзбек, я бір қарақалпақ, бір түрікмен аштан өлметтесем өтірікші болмаймын. Мен ол көзімен көрген нәрсе. Афат қазақ қалқана келді. Қазақтың малынан айырды, ем ботқан малынан айырып алғаннан кейін диқаншылыққа өзі қолайсыздау халықтар қырылды да қалды қазақ. Оны айта беретін болса, ол толып жатқан сөз. Менің әкем Әбіш. Әбіштің әкесі Жұматай. Жұматайдың әкесі Жолдыбай. Сол төртінші атамыз Жолдыбайдың кіндігінен тараған ұрпақ 31-ші жылы 94 өді. Сол 94-тен 33-ші жылға қалғаны 7 ғана. Ана қасіреттің боларын ерте сезгендей, әкемді, шешемді, әйелімі, інімді алып ертерек Қарқаралдан Қарағандыға кеткендігім мысалдар болар. Сол бір үйді жан бесігі тұры қалдық та, елдегілерден тұры қалған екеу ғана. Біздің барақтың ағында бір күркі болатын, сол қысы күнгі қырас аяз сұрапыл боранда сонда бір үш жігіт тұратын. Үшеуді біздің ісмеледі істеуші. Бір күн түнгі ісмелеға үшеуі бірде келмей қалды. Есатын егімізді Харон дейтін еміз еді. Таңертең жұмыс біткеннен кейін қайтап бара жатып, екеуміз сол күркөге келдік. Кигізекті басып қалған қарды аяғымызбен күреп ішке кірсек, шала сөнген оттың басында бір жас әйел өліп жатыр. Ол әйелдің кеудесінде емшегін емгісі келеді, бірақ шықпаған соң шырылдайман шыр-шыр етіп, 6-7 айлық бала шырылдап жатыр. Харон бірден түсінді де әйелдің көзін жапты. Баланы ұрып алды да тұра жөнелді. Енді ұрпақ сақтау мәселесімен айналысқан халқымыз не болса да ешбір қиыншылықтан тайынбай өздерін құрбан етуге баратын кезең туғандай. Бастан өткен бір оқиға, шешем мені және емізудегі қызын алып төркініне қарай кетіп бара жатты. Мақсат бізді сақтап қалу. Кеш құрмет. Сол кезде алдымыздан қасқырдың тобы шығып, ұлып табысып, жер тарпып, о жағынан бір өтіп, бір жағынан бір өтіп, айқайға басқан шешем таяғын шолтаңдатқанмен ол қасқыр біліп отыр әлсіз екенімізді. Содан барып, аса бір қиын жағдайға шешем ұшыраған. Не мені алып қалу керек, не қызды алып қалу керек. Әрине қазақтың ұғымында ер баланы алып қалу, ұрпақты сақтау деген салт бар. Соған байланысты қасқырды бір алдаңқыратып қалдыру керек болды. Сонымен емшектегі қызын жерге қойып, ораулы, мен де ашпен жүре алмайтын арқасына салып алып, төркініне қарай кетіп бастады. Кейіннен еліге жетіп бушы болып қайтадан адамдар қолдарына таяқ алып қайта оралған келсе, қаңқан болған шүберек қана қалған, басқасы кеткен. Жылады, күйді. Аштық аранан аз да болса бітей тұру үшін ұрланып пішен арасынан табылған кішкентай ғана қыз бала. Я ұрланған. Мына қыздың еті қазанға түсіп үлгермеді. Ал мынаусының етін жеген бұл сорлыларда не жазық бар?
Өкметтің өзімшілдігіне қарсы Қазақстанның бар түкпірінде де көтерілістер мен толқулар өрши түсті. Созақ, Адай, Жетісу. Бірақ мұның бәрі чекистер мен милиция отрядтары, сондай-ақ қарулы жасақтар тарапынан аяусыз басылып тасталды.